Шегебай қажы мәшһүр бабамыздың қайнатасы. Шегебай қажыдан ұлдары Ілияс, Баязит, қыздары Бәтима, Өзипа, Рабиға туған. Шегебай қажының ұлы Баязиттен Шақат туады. Шақаттың әйелі атақты Шорманның Зеркешінің қызы. Баязиттің осы келіні аяқ астынан талма аурумен сырқаттанып, баласы Шақат екеуі Әмірханның Ақшейінде қыстап отырған Мәшекеңе келеді ғой. Амандасқаннан соң жағдайларын айтады. Мәшекең тыңдап болғасын Шақатқа қарап: саған қоятын 3 шартым бар. Бірінші шартым: қатыныңмен 40 күн бойы төсекте қосылмайсың. Екінші шартым: әкең мен шешеңді 3 күн 3 түн маған күтуші қыласың. Үшінші шартым: мына әкең екеуің де 1000-нан аса жылқы бар ғой. Соның ішінен атаң өлсе атамайтын, қалың малға матамайтын бір жақсысын арбамның жетегіне байлайсың. Осы 3 шартымды орындасаң, сенің қатыныңның ауруының емі мен үшін Құлмағамбет ұстаның самауыр соққанынан оңай. Жарайды, Алла жазса бірсі күні барайын депті. Құлмағамбет деген кісі сол кезде Баянауыл төңірегіндегі мықты зергер, темірден түйін түйген атышулы ұсталардың бірі. Айтқанындай, уәделескен күні бар ат жеккен арба үйдің жанына сыр етіп тоқтап, ішінен Мәшекең түсіп, үйге кірген соң амандық жоқ, жүгініп бірден дұға оқуға кірісті дейді. Дәл сол мезетте Шақаттың әйелінің сырқаты меңдеп, аузы көпіріп талып жатқан екен. Мәшекеңнің дұғасынан кейін маужырап терлеп ұйықтап кетеді. Амандасқаннан соң Шақатқа: жарайды, жылы орап қымтап тастаңдар, ұйықтасын дейді. Шақаттың әке-шешесі зыр жүгіріп Мәшекеңді күтіп жүр. Сонымен Шақаттың әйелін 3 күн бойы емдеп болғасын, Мәшекең: ал енді уәделескен жылқыңды алып кеп, арбамның жетегіне байла дейді. Шақат жалма-жан босағасында жүрген жалшысы Қосшығұлдың әбенін шақырып алып: жылқышыға барда, ана Қаракөк айғырдың үйіріндегі үлкен Қаракөк байтал ұстап әкеп, Мәшекем жездемнің жетегіне байлайсың дейді. Бірер сағаттан соң айтқанындай ойнақтап тұрған семіз Қаракөк байталды әбен жетектен әкеп Мәшекеңнің арбасына байлайын деп жатқанда, Мәшекең әбенді жанына шақырып алып: әй әбен, сен осы Баязит пен оның ұлы Шақаттың босағасында бәлен жыл жалшы сушы боп жүрсің ғой. Саған осылар еңбек ақыңды қайбір дұрыстап төледі дейсің. Осы байталды сенің көзіңе көрсетуге де қызғанушы еді. Саған байладым депті. Шақат биесін өзінің жалшысына беріп жатқан қимай сасқанынан: жезде, менің әйелімнің сырқаты енді қалай болады, жазылама дегенде, Мәшекең: әй Шақат, сенің қатының басқа аурудан өліп кетсе шаруам жоқ, ал осы аурудан өлсе, менің мәшһүр атымды атама деген екен. Осы әңгімені Жұқа Шағаға Шақат 1971 жылы жылап отырып айтқан көрінеді. Сосын Жұқа Шаға Шәкеңнен: иә, қазір сол бәйбішеңіз аман ба дегенде, Шақат ақсақал: жарықтық Мәшекең жездеміздің сол емінен соң бәйбішем бірде-бір ауырған емес. Тек кәріліктен аздап тізесі ғана сырқырайды. Әйтпесе, әлі шауып жүр депті. Мәшекеңнің ұста Кәрібайды емдеуі. Менің әкем Кәрібай 1926 жылы аяқ астынан қатты ауырып төсек тартып жатып қалды. Сол кезде біздің ауыл Құмдыкөлде болатын. Бүкіл ел біздің ауылды ұсталар ауылы деп айтатын. Өйткені атам Машырап та, әкем Кәрібай да ұсталықпен айналысатын. Әкем сұлық боп әлсіреп төсекте жата берді, нәр де татпады. Шетіні 1-2 қасық су ғана. Атам: қой болмас, мен Мәшекеңе барып жағдайды айтып алып келейін деп, атына мінді де мәшһүр атамның ауылына Ескелдіге қарай шауып кетті. Екі ауылдың арасы 20 шақырымға да толмайды, жақын болатын. Көп уақыт өткен жоқ, іле мәшһүр атам да парат жеккен арбасымен біздің үйге келіп жетті. Амандасты да әкемнің жанына барып дұға оқып шүкірді де, Мәшірап атама бір жұдырықтай қорғасынды алдыртып, табаға салды да, жанып тұрған отқа балқыттырып,
әкемнің басынан аяғына дейін табанмен бірнеше рет айналдырып, жерге кішкене ұра қазып соған құйды. Балқыған қорғасын дөңгеленіп қазылған ұраға су ағып құйылды да, суыған соң Мәшһүр атам әлгі қорғасынды кигізге орап, дұға оқып, әкем жатқан төсегінің жоғарғы жағына ілгізіп қойғызды, тұмар қып. Сосын Мәшһүр атама қарап, балаңа көз тиген екен, ештеңе етпейді, жазылады деді. Айтқанындай әкем бірер күн өткесін беті қарап тәуір бола бастады. Жарықтық Мәшһүр атамның сол емдегеннен кейін әкем бір де ауырған емес. Кейін сол Мәшһүр атам киізге орап үшкіріп берген қорғасын қайда деп анам Бәтимадан сұрағанда, аумалы төкпелі заманда онда-мұнда көшіп қонып жүргенде жоғалтып алдық қой. Өзім де соған әлі күнге дейін өкінемін деп еді. Бірде жұқа шаған Мәшекең атамның бір Баянауыл төңірегінде 3 ата Қозған рулы ауылында болған уақиға қатысты әңгімесін айтып берді. Баянауылдың күнбатыс жағында басшылық, орташылық, аяқшылық деген ауылдар ертеде Айдабол сары 3 ата Қозғандар мекен еткен кезде басшылықте тұрып жатқан 3 ата Қозғанның ауылында бір келіндер толғатып, баласы туады да, жолдасы түспей қатты қиналады. Сол ауылдың молда емшілері жаңағы келіншекке қолдарынан келген ем-домдарын жасаса да, еш нәтиже болмаған соң, сол ауылдың молдасы көмекке Мәшекеңді алдыртпақшы болып, Құрман Доңғалақ деген жерге жайлап отырған Мәшекең ауылына атпен шауып жөнеледі. Басшылық пен Құрман Доңғалақтың арасы 15-20 шақырымда жер. Жолға түсіп, жаңағы басшылық ауылының молдасы шауып келе жатса, Мәшекең Құдай айдап барат жеккен траншпентке арбасында жанында ат қосшысымен Баянауылға бара жатқан беті екен. Молда жігіт Мәшекеңмен қарсы кездескеніне қуанып, сәлем бергеннен соң мән-жайды айтып, көмек беруін өтінеді. Мәшекең молдаға: мен Баянға шаруамен жол жүріп барамын. Құдай жолында сапардағы жолаушының жолын бөгеуге бола ма? Бірақ мен саған бір шірткі жазып берейін. Осыны бір кесе суға салып, сиясы езілген соң ішкізіңдер. Алла сәтін салса, жолдасы түсер, дейді де, қолма-қол сөмкесін ашып, қағаз қаламын ала тізесіне қойып, трашпенке арбасының үстінде отырған бетінде шірткі жазып береді. Айтқандай әлгі шірткеден соң келіншектің жолдасы түсіп, аман есен жаны қалыпты. Айдабол Еламан ауылында Жамбылды атасынан тарайтын Тілеубай деген көптен бері перзент көре алмай, дүниеге келген балалары бірінен соң бір шетіне беріпті. Содан өзі не етеді? Батасын алуға Ескелді ауылындағы Сарыбұлақтың қасында тұрып жатқан Мәшекеңнің үйіне барған. Тілеубай Мәшекеңнің үйіне балалары мен күтушілерінен рұқсат алып кіре бергенде, төргі бөлмеде Мәшекең намаз оқып жатыр екен. Тілеубай ол кісі намазын оқып болғанша босағада күтіп отырады. Мәшекең намазын оқып болып, Тілеубайдың сәлемін алғаннан соң, одан қандай шаруамен келгені туралы ештеңе де сұрамай, бірден өзінің аласа келген дөңгелек жазу үстеліне отырады да, қауырсын қаламын алып, бір парақ қағазға арабша жаза бастайды. Жазып болған соң Тілеубайға: мен сенің не үшін келіп отырғаныңды біліп отырмын. Саған тұмар жазып отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын бір баланы Алладан сұрап беремін. Сол баланың атын Тұмар деп қой. Тек қана келінге қылуыңды біл депті. Сол Тілеубайдың Тұмарбегі балалы шағалы болып, 1985 жылы дүниеден қайтты. Қазір оның баласы Тілеубаев Төлеген Тұмарбек ұлы Баянауыл ауданы Жаңажол селолық округінің әкімі қызметінде. Абылай Қасым деген ұлдарынан туған ұрпақтары Мәшһүр Жүсіп ауылында, Екібастұз қаласында тұрып жатыр.